Мириюша деген кім, қайда тұрады? Бәрі декреттен шығады бізде. Тек өзіміз дейтінбіз. Сонымен осы бизнесті де өзіміз с нуля бастадық. Жалпы Таразда қанша точкаңыз бар? Қалай ашылдыңыз? Ең алғашқы магазинде өзім, күйеуім и бір әпкем жұмысқа алғанбыз. Өзім әпкем де болып кеткен. Сол кісі қызымен көмектесті. Төртеуміз жұмыс жасайтынбыз. Қалай күшті болып ол көтеріліп кетті ма? Әлде бір қиындықтар болды ма? Қалай көтерілуге әрекет жасадыңыз сіз? 60 мыңға айналады. Бір сату үшін күніне. Күніне? Мәссаған, өте керемет қой. Осы жерде айтпақшы, Залғар мен Индира деп жатсыз ғой. Сіздің қандай қатысыңыз бар? Қайрат Нұртас сіздің отбасына негізі? Сол қызық болып жүрді как раз. Ал қайырлы күн, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менде YouTube подкастымда қонақта Мерей Тұрғанбай, Инстаграмда Мириюша деген атпен танымал блогер әрі кәсіпкер, мамочка тоже өзіміз сияқты, және де осы Инстаграмда кәсіппен айналысып жүрген әрі блогер, домашний уютты өлтіріп тұрып көрсететін, менің өзім фанаткасымын бұл кісінің, Мерей Тұрғанбай менде қонақта. Қош келдіңіз, Мерей ханым. Қош көрдік. Саламатсыздар ма, Эльмира ханым? Рахмет үлкен. Сіз енді алғаш рет бүгін подкастқа келіп тұр екенсіз. Ешқандай қобалжымаңыз. Бұл енді өзіміз негізі Инстаграмда араласып жүрген құрбымыз, өзіміз Инстаграмда сөйлесеміз, но бірақ өмірде мүлдем сөйлесіп кездеспеппіз. Енді осындай құрбы, құрдас сияқты ашып, жалпы сіз кәсіпкерсіз, әрі анасыз, әрі келінсіз, мысалы, бір үйдің білдей келінсіз, Таразда тұрасыз. Соның барлығын ашып мен көрермендеріме көрсеткім келді. Жалпы кәсіппен бірге, аналықпен бірге, келіндікпен бірге осы өміріңізді Инстаграмда насихаттап жүрсіз ғой. Соны біз ашып көрсетейін деп шештік. Оның үстіне мен сізді изучать еттім. Бір жерде шынымен өзіңіз туралы айтып, қалай жасағансыз, мына кәсіпке қалай келгенсіз, мен оны білмедім, бірақ барлығын ашып көрсетейік. Еще маған Мерей ханым бүгін мынандай әдемі өзінің Мириюша деген кондитерлік дүкенінен әдемі осындай тәттілерін алып кетті. Макаронстар ма? Өте керемет. Мен Алматыда жақында ашылдыңыз Мириюша деген кондитерлік дүкенмен. Ал енді өзіңіз туралы жалпы айтып кетсеңіз. Мириюша деген кім, қайда тұрады? Өзіңіз жалпы барынша еркін форматта айта беріңіз. Рахмет, Эльмира ханым. Өте қуаныштымын бүгінгі подкасттың қонағы болғаныма. Жасым 32-де, үш баланың анасымын. Таразда тұрамыз. Ата-енемен бірге тұрамын. Жолдасым жалғыз ұл. Қара шаңырақтамыз. Бұл кәсіпке келгеніме бір 5-6 жылдай уақыт болды. Сол, как всегда, үшінші баламнан кейін декретте отырып, бәрі декреттен шығады бізде. Үйде самса торт пісіріп, осындай үлкен кәсіпке айналды. Қандай керемет. Просто үйде бастағансыз, кәдімгі үйде декреттегі мамочка болып, анау-мынау пісіріп, самса, пирог. Өзімізге ата-енеме біз негізі үйленіп, осы Алматыға кеттік. Тойымыз Таразда болды. Сонымен ата-енем оқыңдар деп Алматыға жіберді. Алматыда жұмыс жасадық. Мен Казгуде жұмыс жасадым, күйеуім компанияда жұмыс жасады. Сонымен үшінші балам босанып, кішкене Алматыда пробка, кішкене күйеуім балалар тасуға үлгермей, сонымен Таразға временно көшіп барғанбыз, бір жарты жылдай баламды өсіріп алам деп. Сонымен сол жақта қалып қалдық. Ата-енем қолына енді алғаш рет тұрдық қой бірге. Сөйтіп ана жақта өзім келін қызметтерімді атқарып, жаңа самса пісіріп беремін, ыстықтай. Сонымен атам мәз болып жеп алады. Тәтті екен деп, одан көршілер, этажге тұрамыз. Көршілер иісін сезеді, не пісіріп жатсың деп, олар келеді, сат деп. Сөйтіп туысқандарға, дос-жарандарға, сонымен осылай үлкен кәсіпке айналып кетті. Жалпы кәсібіңізге әлі орала береміз. Негізі мына Мириюша кондитерлік дүкен туралы әлі көптеген айтатын боламыз. Жалпы өзіңіз тұрмыста қанша уақытсыз? Негізі қай жақтың қызысыз өзіңіз? Өзім негізі Шымкенттің қызымын. Қоңыратпын. Шәуілдір Отырар ауданының қызымын. Алматыда өскенбіз. Мектепті Алматыда оқыдық, Алматыда бітірдік. Абай атындағы республикалық мамандандырылған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын мектеп-интернатта оқыдым. Сол жақта жолдасымен кездестім, екеуміз бірге оқыдық. 8-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін. Одан кейін Казгуге юрфакқа екеуміз бірге түстік. Ол жақта бірге оқыдық. Сонымен 3-ші курста тұрмыс құрдым. 11 жылдай болды. Жасыңыз 18-де болды ма? 20 жаста. 20 жаста.
20 жастан бері келін екенсіз, өте керемет. Ал жалпы инстаграмға қалай келдіңіз? Инстаграмға осы былтыр үй соқтық. Үй соғып үйге кірдік былтыр. Сонымен негізі онда инстаграм жүргіземін, блогер боламын деген даже в мыслях не было. Сөйтіп, бірақ өзім кухняда, өзімен пісіруді жақсы көремін ғой. Кухняда пісіріп, әдемі видеолар саламын деп өзім армандайтын. Арманымда кухняны жасап берді жігітін. Сонымен мобилограф жалдадым. Сөйтіп өзім осылай кухнядағы вайбымды түсіріп, қонақ күткен түсіріп жүріп, сонымен рилстарым атып кетті миллионға. Сөйтіп, бір жылда бір 250 мыңдай подписчик қосылды. Бір жыл? Бір жылда. Мәссаған, неден керемет. Сонымен рекламалар түсе бастады, сотрудничестволар түсе бастады. Сонымен осылай блогер болып кеттік. Жалпы негізі сіз инстаграм, онлайн табысқа сенетін бе едіңіз жалпы? Қазір қоя тұрайық, сенетін бе едіңіз жалпы деген жерден бастай беремін. Албаңыз, еркін отырып сөйлесе берейік. Рахмет. Шей берсем бола ма? Сөйлесіп отырып? Сөйлесіп отырып шей беруге де болады. Ештеңе етпейді. Қай жеріне келіп едің? Сенетін бе едіңіз? Жалпы өзіңіз онлайн табысқа, инстаграм арқылы табысқа, жаңа айтып жатсыз ғой, сотрудничество, рекламалар келе бастады деп. Сондай табысқа сенетін бе едіңіз өзіңіз? Оған дейін, инстаграм өміріне дейін? Инстаграм өміріне дейін негізі сенбейтін. Мүлдем. Бізде тек қандай ғой? Сенбейді. Иә, кәдімгі еңбекпен, сондаймен үйреніп қалғанымызға, қара жұмыспен. Былай ондайға сенбейтін особо. Бірақ қазір осы бір жылдың ішіндегі опытымнан кейін сенем, инстаграм это классно, это сила. Инстаграм творит чудеса ғой. Сізде жалпы негізі сіз нөлден бастағансыз деп айтуға бола ма, болмай ма? Болады. Өзіңіз қандай тұрмыста болдыңыздар? Осы бизнесті ма? Бизнесті де мынау Мириюшантта, қазіргі инстаграмыңыз нөлден бастадыңыз енді, Инстаграм нөлден бастадым, біздің Мириюшанда нөлден бастадым. Жалпы әке шешем, өзімнің әке шешем, ата енем өте бақуатты кісілер. Қайнатам полковник, Жамбыл облысында өте атақты кісі. Енем де өзінің кішігірім бизнесі бар. Өзім әке шешем бұрыннан осы Алматыда жас кезінен бизнес жасайды, продуктовый магазинмен айналысады. Бірақ біз күйеуіміз екеумізде андай болатын. Ол да үйінің үлкен, мен де үйінің үлкен. Үйден бір тиын сұрамайтынбыз. Екеуміз қалай осы Алматыда тұрдық. Ата енем үй берді Алматыда, квартирада тұрамыз, бірақ барлығын ешқандай артық ақша сұрамаймыз. Арасында күйеуім таксовать етеді. Мен арасында бір нәрселер тігіп сатам. Сөйтіп өзіміз выживали. Былай енді, мынау жетпей жатыр, продукт жетпей жатыр десең, екі жақтан да үйіп төгіп береді да. Бірақ екеуміз де намыс қой болдық па. Тек өзіміз дейтінбіз. Сонымен осы бизнесті де өзіміз нуля бастадық. Қандай керемет. Мен сіздің осы жерде айтып кетейін. Сіздің инстаграмыңыз көріп отырған кезде осыдан қанша 5-6 ай бұрын сіздің мамаңыз бен папаңыз үй салды, новый, жаңа үй салды. Сөйтіп соны сіздер обзор жасадыңыздар ғой, сіңліліңіз екеуіңіз. Сол инстаграмға кіріп жатырмын да. Көп хейт бар да астында. Осылар адал, мен түсінбеймін да сол кезде. Енді қаншама о кісілер қаншама сауда жасады деп айтып отырсыз ғой өзіңіз. 30 жылдан астам саудамен сол еңбектерін тұрғызды, сол үлкен үйді. Сөйтіп астында мен не оқыдым, комментарийлар оқысам, осылар адал табады дейсің ба, бір байдың біреулері ғой деген сияқты бір жаман отзыв жазылған да. Біздің қазақтың қоғамда мысалы бір ақшасы көп болса, бай болса, біз как будто бір адал емес тауып жатқан сияқты болады да. Мен сол кезде жыным келді шынымен. Осы туралы мен даже постта салғам, және де ойымда қалып қапты да. Именно сосын айтамын да, ол кісілер, мен түсіндім, что сіздің әке-шешеңіз саудамен айналысады екен. Саудамен айналысу да еңбек қой деймін да. Қаншама оны үлкейту, ол кісілерден нөлден бастады. Енді соның жемісін салып, жаңағыдай үлкен үй салып жатыр. Өте күшті, құттықтаймын, әке-шешеңіз күшті үй салыпты. Өте ұнады маған. Әлі күнге дейін саудада ғой. Демалып жатса да болады қазір, бірақ үйреніп қалған өздер. Қазір 52-де екеуі де, олар да класстас. Бірақ әйтеуір азынан кешке дейін екеуі оптовкада. Оптовкада ма, саудада еще? Оңай емес қой, әрине. Оңай емес қой, таңнан кешке дейін ол жерде базарда сауда жасау оңай емес. Мен оны баяғыда түсінбейтінмін, но бірақ қазір біз барахолкада складымыз бар ғой. Таңнан кешке дейін кәдімгі еңбек ол. Оңай емес. Но еңбек еткен адамға Алла тағала беріп жатыр, Бізде көп мысалы осындай мышлениемен көп адамдар бар ғой негізі.
что бақуат адамдар сондай бір керемет үй салып жатса, бір адал еңбекпен кемеген сияқты болып жатыр да. Ал бірақ на самом деле сіздің ата-анаңыз оптовкаде оптовиктер ма жалпы? Оптовкадан товар алады. Жоқ, қалада бірнеше торговый домдар бар, магазиндер бар. Қандай керемет. Жалпы өзіңіз қанша қыз, қанша балаңыз бар? Үшеу дедіңіз ғой? Үшеу, 2 қыз, 1 ұлым бар. 2 қыз, 1 ұлыңыз бар. Үлкендеріңіз осы 11 Таразда ма олар? Олар Таразда, Қазмен қасында өсіп жүреді, қалада. Сіздер қазір енді 2 қаладасыздар. Негізі жалпы ата-енемен Таразда тұрасыз, иә? Бірақ Алматыда да тұрасыз. Алматыға келуіңіздің себебі және де мына Мериюша туралы енді қайтып келсек енді. Жалпы Таразда қанша точкаңыз бар? Қалай ашылдыңыз? Ең алғаш точкамызды 2019 жылы аштық. Кішігірім. Одан кейін Таразда енді 5 дүкеніміз бар. 6-шысына Алматы қаласынан аштық. Осы жақында 2 айдай болды. Осы жақта ашқасын енді өзіміз осының басқасындамыз. Мен жүремін, кейде күйеуім келеді, екеуміз кезектесіп жүрік. Бұл негізі жалпы көп адамда сіз енді сразу жұмысшылар алып бастап кеттіңіз ба, әлде қалай болды? Сол бірінші алғашқы магазиніңіз айтып бересіз ба? Ең алғашқы магазинде өзім, күйеуім и бір әпкем жұмысқа алғанбыз. Өзім әпкемде болып кеткен. Сол кісі қызымен көмектесті. 4-ем жұмыс жасайтынбыз. Праздниктерде, сезон кездерде, енді Құрбан айт, Новый год қой, бізде 8 март. Сол кезде үлгере алмай жатқан кезде қуат өзгеп, күйеуім қамырымды илесіп, енді үлкен қамырлар илейміз ғой көп. Біздің күшіміз жетпейді, тестамесіміз жоқ ол кезде. Сөйтіп сол күйеуім көмектесті. 4-еміз бастадық. Қалай күшті болып ол көтеріліп кетті ма, әлде бір қиындықтар болды ма? Қалай көтерілуге әрекет жасадыңыз сіз? Маркетинг қостыңыз ба, реклама қостыңыз ба, әлде просто халық өздері келіп алып кетті ма? Негізі мен бұл істі бастаған кезде осындай үлкен магазин болады, немесе осындай кондитер боламын деп, ондай мүлдем осыншама ақша табамын деп ойлаған жоқпын. Тек сол істі өзіме по душе болды да, сүйсініп істей беретін. Кейде тортын 10 мыңға заказлаған ба, 15 мың оформлениесін істеп, маған өзіме ұнаса болды, торт сөйтіп бере беретін. Сөйтіп қалай үлкейгенімізді өзіміз білмей қалдық. Былай біз 5 магазин ашамыз, Алматыдан ашамыз, ондай бір план, ондай ойымызда негіз болмаған басында. Сөйтіп микрорайоннан аштық бірінші, одан кейін қарапайым ғой аштық та. Қанша квадраттан бастадыңыздар? Ең бірінші бастаған гараждан бастағанбыз. Қойшы. Бір қымыз сататын әпкелер болатын. Сол әпкелердің үйінің алдында өздерінің кішігірім гараж сияқты соғып қойған да. Сол жерден бастадық. Ой, жер енді бір 15-20 квадрат шығар, көп болса. Сол жерден бастадық. Сөйтіп күшті машинелер келеді, сонымен ялып, қой жақсы точка ашайық деп. Микрорайоннан точка аштық. Ол жерде қарапайым ғой аштық. Одан кейін қарап тұрсақ, нелер болады ғой. Бақуатты кісілер келеді да. Тіпті қаланың әкімі келіп жүрді. Сонымен ана жер енді ондай не позволяет да. Қатты ондай әдемі емес. Сонымен қой жақсы ашайық деп. Бүкіл ақшамыз жинап, жарты жыл. Сөйтіп бір 7 айдан кейін ба, үлкен жақсы точка аштық. Жалпы сіз бірінші жаңа айтып отырсыз ғой, гараждан бастадым деп. Ол жерде мен тамақ бизнесінде именно мен түсінбейтін, мысалы, тортың өтпей қалса оны не істейсіздер? Одан кейін көп көлемде тұра ма ол? Мысалы, торттан басқа қандай тағы да өнімдер қостыңыздар сол жерде? Ең алдында заказға істейтінбіз. Тек заказда ештеңе жоқ дейді. Иә, сонымен кішкене артық істей бастадық. Оны Инстаграм басамын, Инстаграммен салып кетіп жүрді. Негізі Инстаграммен көтеріліп кетті. Тамағыңыз тұрып қалып, өтпей қалып деген болды ма, болмады ма? Тұрып қалса өзімізге алып кетеміз. Өзіміз жеп қоямыз. Сол жерде жұмысшылар қазір көп сұрашады, қалған торттар не істейсіздер, пирожный істейсіздер деп. Кухняда 100 шақты адам бар ғой. Бәрі сол кішкене қап қалама, өзіміз обедте отырамыз да, тасталған шығарамыз. Былай қалып етпейді. Өзіміз примерно енді расчет білеміз ғой күнделікті. Қазір Мериюша кондитерлік үйінде қандай өнімдер бар, мысалы? Торт, макарон, самсалар бар, макарон, круассан бар. Круассан бізде енді өте дәмді. Өзім арнайы осы Алматы қаласында бір мықты кісіден оқығам. Оқып өзіңіз? Барлығын торт жасасақ та бүкіл өнімді өзім қолымнан шыққан. Бірінші осы жаққа келіп оқимын, осы жақ болсын, шетел болсын, Астанаға барып оқимын да, соны барып өзім бір сенімді қызыма оқытым.
өзім үйретемін. Өзіңіз үйретесіз, одан кейін өздеріне қылады. Бірақ міндетті түрде барлығын бірінші өзім оқимын. Бірінші бастаған кезде негізі мынандай да, именно тамақ бизнесінде мысалы пельмен түйген болсын, сіздерде не бармайды па, полуфабрикаттар бар ма? Жоқ па? Негізі жалпы бұндай бірдеңе жасайтын адам көбісі выгорание болады ғой басында, өзі жасай берсе, мысалы қайта торт пісіре берсе деген сияқты, ол үлгере алмауы мүмкін, бала шағасы болуы мүмкін деген сияқты. Ал сізде қандай болды? Сразу жұмысшылар алып кетті ма, или өзіңіз жасап жүрдіңіз ба соңына дейін? Басында өзіміз жасадық. Күйеуіміз екеуміз ұйықтамайтынбыз. Үйге барамыз, 2-3 сағат ұйықтаймыз, болды. Бала шағаның 100% ата-енем қарасты. Сіз өзіңіз пісіресіз, сатасыз, сатасыз, жаңағы круассанға дейін бәрін. Выгорание болған жоқ ешқандай. Қалай? Қанша жыл болды, бір выгорание ондай болмады. Шаршамапсыз ба? Өзіңіз пісіруді жаныңыз сүйетті? Мүмкін. Қазір енді онша пісіремін, қазір полный командама уже барлығын үйреттім. Қазір дегустация жасаймыз, арасында пісіргім келген кезде барып пісіремін. Былай полный кухнядан шықтым деп айта аламын. Енді қазір өзіңіздің командаңызда жалпы Мириюша кондитерлік үйінде қанша адам жұмыс жасап жатыр енді? 100 шақты адам істейді. Мәссаған. Алматыны қосқанда? Иә. Өте керемет қой деймін да. Ол қанша жылдағы жетістігіңіз сіздің? Бұл біздің 5 жылдағы жетістігіміз. 5 жылда 100 адам істейді екен. Қаншама сатушы, қаншама 100 адамды сіз айлықпен қамтамасыз етіп отырсыз мысалы. Иә. Тараз қаласында осындай кафе, ресторан, жалпы жұмыс берушілердің ішінде ең жоғарғы жалақы төлейтін компаниялардың біріміз деп айта аламын. Айтыңызшы, мысалы сатушыңызға қанша төлейсіз? Маған қызық болып жатыр. Бізде мысалы ең көп зарплата алатын кім? Ол біздің сатушыларымыз, кассир, баристаларымыз. Оларға процент бересіз бе? Олар процент. Процент береміз. 3 сатушы жасайды бір магазинде, 60 мыңға дейін алады. Бір сатушым күніне. Күніне? Мәссаған, өте керемет қой. Праздник кездері. Айына 400-500 мың табатын шығар онда? Иә, енді өздеріне байланысты қалай жұмыс істейді, солай алады. Ал артқы ас үйде жасайтындар ше? 15 мың, 20 мың күніне. Біздің Таразда енді ондай айлық. Иә, өте күшті ғой. Шымкент ішінде, Тараз ішінде өте күшті. Иә, жалпы Алматыдан дүкен ашу қалай екен? Бір дүкенді ашу үшін қанша вложение салдыңыз, қанша кетеді? Алматыдан дүкен ашу оңай емес, әрине. Оңай емес. Біздің Таразбен салыстырғанда енді оңай емес. Бұл жақта аренданың өзі өте қымбат. Бізден 5 қымбат Таразда. Тем более Мириюшаның ашылған жері өте керемет престижный райондардың бірі. Алматының Бостандық ауданында қандай көше бізде? Розбакиев және Гагарина көшесінің ортасы. Қазіргі BI групптың Фою деген өте атақты жері бар ғой. Ол жерде тұрғын үй де көп жалпы. Но бірақ саудаңыз жақсы болып жатқан шығар. Сауда жақсы, халық көп. Халық көп. Бірақ арендасы қымбат. Арендадасыз ғой сіз, Арендадамыз. Жалпы өзіңіз қандай ақыл бересіз осындай тамақ кәсібімен? Мен айтамын да, кеше сіздің алдыңызда Сәкен Ділімбет деген мырза менде қонақта болды подкастта. Ол кісі кәсіпкерлерді үйретеді. Автоматизация жасайды, полностью жүйелеп береді бизнесті. Сол кісі мысалы жаңадан бастап жатқан кәсіпкерлерге қандай бизнесті ұсынасыз дегенде именно маған тамақ бизнесін ұсынды. Жалпы оқырмандарға да тамақ бизнесінде ақша көп деп айтты да енді. Бірақ сіз қалай айтасыз? Шын ба ол кісінің айтқаны, әлде мысалы мен товарный бизнеспен айналсам, мен айтам товарда жақсы бар, но бірақ мен тамақпен айналысып көрмегенмін ғой. Сіз тамақтың айналысып жүрсіз. Енді қандай кәсіп болса да Алла берекесін берсе, барлық кәсіп жақсы. Тоқтамай, жалықпай еңбектенсе, еңбектенген адамға Құдай өзі береді. Жалпы біздің кәсіпте, тамақ кәсібінде өте жақсы, всем советую. Не ғой? Қай жақтардан білім алдым дедіңіз, именно бұл жерде өте конкуренция көп менің ойымша. Қазір сіз тұрған жердің өзінде жаңағы бізде қандай бар? Ана бір атақты бір не бар еді ғой? Біз тұрған жерде Фоюда бар. Құлпынай бар. Құлпынайды айтып жатырмын. София ашылды жақында, өзбекстандық кондитерская. Одан кейін Медовик бар. Өте көп жақта. Куликовский дегендер бар, сіздер жақта. Жалпы конкуренттермен қалай жұмыс жасайсыздар? Әлде конкуренттерден олай сіздерде жарыс ондай жоқ па ондай? Бірақ бәрібір негізі конкурентоспособный болу керек сияқты маған. Енді біздің жаңа кондитерский саласында
новинкалар шығып тұрады. Енді әр саладағы сияқты ғой, жаңағы жарты жыл сайын әйтеуір бір новинкалар, жаңағы андай круассан, мынандай круассан, макарон дейді. Содан қалмауға тырысамыз, трендтің барлығын ұстануға тырысамыз, ал былай біреумен конкурировать етпейміз. Мүлдем Өзімізбен өзіміз тірлігімізді істей береміз. Өзіңіз бренд амбассадорсыз, ал былайша именно маркетингке, рекламаға Пока ешкімді алмадық. Ешкімді алмайсыз, бірақ өз-өзімен кетіп жатыр, иә. Таразда да, Алматыда да, иә. Өте керемет, себебі адам деген көп, адам бизнес ашып жатады, бірақ ары қарай алып кетпей жатқандар көп қой негізі. Жақсы қазір жүріп жатса, мен өте сәттілік тілеймін. Жалпы негізі жаңа айтып жатырмыз ғой. Сіз қай жақтан білім алдыңыз, именно осы кондитер саласы бойынша? Москвалық кондитер. Ең алғашқыларын айтыңызшы, басында бастаған кезде. Ең көп алдым мен Эльмира ханым. Мәссаған. Мен ала беретін. Әйтеуір біреуінен бір нәрсе алып келсем де барайын деп сөйтіп баратын. Кейде қымбат 500 мың сондай сабақтар алып ештеңке. Ол жақ, например, енді 10 тәтті үйретсе, ешқайсысын кеп қосқан емеспін да. Енді андай ғой, бір сабақ үйреніп келесің, соған сол тәттілерді өзіңе қосуға тырысасың ғой. Бірақ осындай мықты бір кондитерлерден оқыдым. Бірақ ешқайсысын қоспадым, бірақ әйтеуір арасында бір нәрсе өзіңе аласың да. Иә, ізденесің, аласың. Аха. Рахмет. Көп оқыдым. Ал жалпы осы Инстаграмда жүрсіз, қазір өз өміріңізді көп көрсетесіз. Именно соған оралайықшы. Қандай оқырмандардан хат келіп жатады, мысалы сізге? Именно мысалы сіз ата-енемен тұрасыз, үйіңізді жақсылап көрсетесіз, ол кісілер қарсы болды ма, немесе жаңағыдай жасай бер деп рұқсат берді ма? Бастаған кезде қарсы болған жоқ. Просто кішкене ұялатын камерадан. Любой адамда болады. Енді ол кісілер, бұрынғының кісілері ондай суретке де особо түспеген. Кішкене ұялатын, қазір жоқ. Қазір төселді, үйренді. Әсіресе қайнатам күшті поддержка береді. Бүкіл арасында папаны рекламаға түсіргіземін. Оған да жақсылап көмегін беріп түсіп береді. Одан кейін мен мынаны сұрайын деп едім. Сізден көп адам жазып жатады, сіздің көмекшіңіз жоқ па? Шынымен үйде? Шынымен көмекшім жоқ, бәрін өзім жасаймын. Барлығыңыз ана үлкен үйді тазалап, бәрін жасайсыз ба өзіңіз? Клининг шақырып тұрамын негізі, иә. Аптасына бір рет клининг шақырып тұрамын, арасында өзім жинаймын, бірақ тамақты енеміз екеуміз істейміз. Бір күн мама істейді, бос кезде мен бос болсам мен істеймін. Екеуміз де бос болмасақ тамақ істелмей қояды. Ондай бір мама бізде андай емес. Біреулер ғой, енелер неғып тамақ істемедің? Жоқ, ол кісі өте современная, с пониманием. Бір екеуміз 12 жылда бір андай сөзге келіп, ондай ренжісі, ондай болмады. Ондай жағдай болған жоқ, иә? Болмаған. Өте алтын кісі. Так, ондай тамақ жайы проблема емес. Бәрін өзіңіз жасайды дегенге мен таңғалып жатырмын шынымен. Но бірақ мобилографыңыз бар, иә? Мобилограф. Қасыңызда жүреді. Иә. Күндіз түні. Алматыда Мұрат деген жігітпен жұмыс жасадым. Ровно 1 жыл күндіз түні жанымда жүрді. Жігітпен? Иә. Күйеуіңіз қарсы болған жоқ па? Жоқ, ол өзім баламдай болып кетті. Кішкентай балам. Мен жеңге, күйеуімді көке деп айтатын, өзіміздің баламыз сияқты болып. Сонымен қазір баса қыз алдым. Қызбен жұмыс жасаған кішкене оңайырақ. Иә, жеңілдеу. Аха. Жалпы негізі Инстаграмда контентті сіз енді қайдан идеяны аласыз? Іше беріңіз, асықпай ішпеңіз, қазір жалғастыра береміз. Идеяны? Жалпы сіз контентті Инстаграмда қоятын өзіңіздің видеоларыңызға идеяны мобилографыңыз айтып отыра ма, әлде өзіңіз жасайсыз ба? Мобилографым айтпайды, контент-мейкерім жоқ. Басынан өзім жасаймын. Бір тренд бір нәрсе түсіретін болсақ, андай ғой, Инстаграмда біреулерден көресің, шетелдіктерден көресің, тиктоктан көресің, соны қайталап түсіреміз арасында. Сізде қандай негатив, хейт деген бола ма сізде? Жалпы негізі сондай бір жаман комментарийға қалай өзіңізді қабылдайсыз? Енді бір салада жүрміз. Өте аз болады. Аз болады. Өте. Басында вообще болмайтын. Өзім аудиторияма риза болады, хейтерлерім жоқ деуші. Қазір кішкене бар, арасында жазып тұрады әйтеуір. Сондай кезде не істейсіз? Заблокировать етемін. Бірақ былай көңіліңізге алып депрессия болып жатпайсыз ба? Мүлдем. Жауап та бермеймін. Просто блокируйсың. Қандай күшті? Хейтерлер жоқ, күшті блогерсіз ғой онда сіз.
негізі мен де өзім Бір-екеу қызығамын болады. сондай уютный видеоларға. Мен де кезінде сөйтіп бастап едім ғой. Сондықтан сіздің видеоларыңыздың барлығына қызығып отырамын. Еще тамақ жасап жатасыз, үйіңізді жинап жатасыз, енеңізбен шай ішіп бір бәрін жасап жатасыз ғой. Сол идеяларыңыз маған өте қатты ұнайды. TikTok бар ма сізде жалпы? Жоқ. Тек Инстаграмдасыз. Иә. Ал енді Инстаграм арқылы қандай табыс табасыз жалпы? Именно Инстаграмда мысалы сіз көбісі курс жасап жатады мысалы, реклама аласыз, сотрудничество аласыз. Именно сотрудничествоны қалай аласыз? Осы Инстаграмдағы табысыңыз туралы айтып берсеңіз. Инстаграм негізі Инстаграмдағы табысқа особо не нуждаюсь. Кем реклама арасам кейде қарсы болып жатады да. Не жетеді алма дейді. Бірақ кейде алып жатам. Неге алмасқа деп. Жақсы табам. Жасырын ба ол негізі? Мысалы бір реклама құны сізде қанша? Қазір сторисын 400-500. Пост самайсыз? Пост самаймын. Арасында салам. Ұзақ мерзімді жұмыс жасайтын проекттеріңіз жоқ па? Ұзақ мерзімді жұмыс жасайтын проекттерім Таразда бар. Салондармен, киім дүкендермен жасаймын. Олар сізге киім бере ма, немесе ақшалай бере ма? Мен салонмен, услугамен жасаймын. Ақша алмаймын. Өзімнің подругам салоны, шалп салон. Осы жерде реклама жасап қойын деп қойсаңызшы. Тараздағы ең керемет салондардың бірі. Киіммен 50-50 бартер аламын, жартылай ақшасын аламын. Осыны негізі бартермен жұмыс жасамаймын. Тек қана қаржылай десеңізші. Иә, қандай керемет. Ал жалпы негізі осы Инстаграмда жалпы өзіңіз түсініп жүрген шығарсыз, көп адамға негізі тұрақты түрде керек. Тұрақты түрде жүргізіп тұру керек та, чтобы оқырмандар жинау үшін. Бір жылда 200 мың оқырман жинадым деп отырсыз ғой. Біреуден реклама алдыңыз ба? Ешқандай вложение жасаған жоқсыз ба именно Инстаграмыңызға? Инстаграм реклама ешкімнен сатып алған емеспін. Тек рилс. Тек өздері келді. Тек рилспен сол үйдің рум-туры атты. 26 мыңмен бастағам негіз. 26 мыңмен? Иә, қазір 250 мыңдай шығар. Қандай күшті? Тек рилспен келді. Рилстің силасын, енді күшті рилстің силасы қазір. Бір болмайтын бір видеом 7,5 миллион, 7 миллионға атып кетті да. Соның өзінде қанша бір 100 мыңдай адам әкелді осы бір рилстің өзі. Бір рилс па? Ол қандай рилс? Тойда отқан рилс, Заңғар мен Индиран тойында отқан. Соның өзі соншама адам. Соншама адам алып кетті. Осы жерде айтпақшы, Заңғар мен Индира деп жатсыз ғой. Сіздің қандай қатысыңыз бар Қайрат Нұртастың отбасына негізі? Сол қызық болып жүрді как раз. Мен өзім папамның мамасы, өзімнің апам. Туған апаңыз? Туған апам, Нұртас ағаның туған әпкесі. Ең үлкені біздің апам, ең кенжесі Нұртас аға. Сол үшін дәу мама дейсіз, кімді? Дәу мама дейміз, дәу папа дейміз. Қандай керемет туыстығыңыз бар екен ғой. Мен себебі не түсінбей жүрген ғой, қандай туыстықтар бар екен. Как раз мына жерде біліп қалды ғой. Ал ол кісілердің ықпалы болды ма сіздің Инстаграмыңыздың дамуына деген сияқты? Мүмкін болған шығар, өйткені дәу мама көп салады, бізді көп белгілейді. Қонаққа көп келеді деген. Біз ол кісілерге барамыз, сол кезде белгілейді. Одан да адамдар келді деп ойлаймын, дәу мамадан да. Қандай күшті. Енді өзіңіздің жолдасыңыз туралы айтқым келіп тұр. Негізі жалпы сіздің жолдасыңыз именно осы сіздің кәсібіңізде ма, әлде ол кісінің басқа өзінің жұмысы бар ма? Инстаграм жүргізе ма ол кісі? Бәрін сұрақ осы. Азынан кешке дейін Инстаграмда бәрін сұрайтын осы. Кішігірім өзінің жұмысы бар. Ол жасырын ба? Жасырын. Бәрібір айтпаймын деп қойсаңызшы. Бәрі соны сұрайды, жасырын. Бәрі соны сұрап еді, бәрібір айтқыза алмадық десеңізші. Бірақ оны онша көрсетпейміз. Жоқ, ол кісінің жұмысы бір бизнеспен қатысы бар ма, әлде басқа ма, бір өкіметте жұмыс жасай ма деген сияқты ғой. Жоқ, бизнес. Өзінің жеке бизнесі бар. Қай жақта жүрем десе де өзі біледі, иә? Негізі екеуіңіз біргесіздер, кәсіпкерлік біргесіздер, мына Мереюшантты бірге жасадыңыздар ма? Ал оның бухгалтерлік учетын, налогтарын кім жасайды? Өзіңіз айналысасыз ба, әлде күйеуіңіз ба? Әлде арнайы адамдарыңыз бар ма? Жұмыстың полный 90%-ын жолдасым жасайды. Бүкіл жаңа документальный жағы, бухгалтериясы болсын, жұмысшылардың айлықтары бар. Жұмысшылардың айлығы, жұмысшыларды алу барлығымен күйеуім айналысады. Мен тек жасаймын.
кухня, жаңа витринаны толтырамын, тәттілерді үйреніп келіп үйретемін, рекламасын жасаймын, дегустациясын жасаймын. Тек сол мен кімнің қанша айлық алатынын, кімнің жаңа қанша аренда төлейтінімізді, немесе қанша налог төлейтінімізді ол жағын онша білмеймін. Бәрімен күйеуім айналысады. Бәрін өзіңіздің жолдасыңыз айналысады. Ал мен осы жерде сұрағым келіп тұр да, сіздерде именно жұмысшыларға арналған бір мотивационный немесе бір программалар бар ма жалпы? Жоқ, ондай жоқ. Күйеуім әрқайсымен өзі сөйлеседі. Енді жаңа 100 шақты адам болғасын, тем более бізде 18 жастан 20-22 жасқа дейінгі жұмысшылар жасайды, жастар істейді. Үлкен әпкелер енді жаңа выпечкада үлкен әпкелеріміз бар. Но в основном основная часть жастар. Бірақ жаңа сотрудниктерді жинап, жиналыс, банкет, Новый год, жаңа жылдық банкет деген сияқты бәрін жасап бересіздер. Жасаймыз, бірақ күнделікті бағанағы біреудің настроениесі болмайды, біреу үйіндегілермен ұрысып қалады. Жоқ, ондайды айтып жатқан жоқ, ол енді барлығында болады ғой. Жалпы негізі мысалы мен көп көріп жатам да, менің өзім жалпы бір лучший сотрудниктеріме бір шетелге жолдама деген сияқты нәрсе беріп тұрамын. Сіздер сондай жасайсыздар ма деген? Ондай әлі жасамадық. Ақшалай енді Новый годта 8 мартта отырғызамыз қыздарды, жаңа жылда үлкен корпоратив жасаймыз. Сол кезде сыйлықтарын береміз, алтындарын береміз. Болды ғой, соның өзі мотивация ғой. Сондай беріп тұрасыздар ма деген ғой енді. Қандай күшті, өзіңіз. Ал жалпы өзіңіздің қарамағыңызда жаңа 100 адам дедіңіз, ал өзіңіздің именно мына Инстаграм жұмысыңыздың қасыңызда тек қана мобило көрдіңіз, басқа команда жоқ, Жоқ, басқа. Менеджер. Жоқ, барлығын өзім жасаймын. Бәрін өзіңіз түсіресіз кейде. Кейде өзім түсіремін. Стористі кім жүргізеді? Өзім жүргіземін. Аудиториядан мынандай, енді біз екеуміз де бір салада жүргенін білеміз да, кейде мысалы аудиториядан үнемі дайректке сообщение келіп тұрады ғой енді бізге. Қаншама сообщение келеді күнде. Ал сондайлар азайып, кішкене кері байланыс азайып қалған кезде сізде болмай ма? Неге бұлар жазбай қалды деген сияқты моменттер, әлде дайрект оқымайсыз ба? Мен мысалы барлығын оқып жауап беріп отырамын. Оқымаймын. Мүлдем. Таныстарды ашам. Былай негізін оқымаймын. Мүмкін сіз олар не жазады жалпы сіздің именно сіздің енді салаңыз бойынша? Дайректке мысалы маған мотивациялық сөздерін, мені жақсы көретіндерін жазып отырады да мысалы. Одан кейін сұрайды мысалы тауар бойынша қалай кәсіп бастасам болады деп. Ал сізге не жазады дайректке? Менде де сол кухнямды түсірген кезде мына қазанды қайдан алдыңыз, мына кружканы қайдан алдыңыз, не қостыңыз? Былай киімдерін сұрап жатады арасында, уходтарын сұрап жатады. Тілектерін жазып жатады үлкен әпкелер. Оқымайсыз ба? Арасында қолым бос кезде оқимын. Көбінесе оқымай қалады. Запрос толып тұра ма сонда сізде? Қызық екен. Мен біреуін қалдырмай ашам. Кейде мысалы бізде ситуациялар болады, қана бот қосып қояды мен қыздарымша, кейде бір курстар сатылатын кезде, сондай кезде мен кері байланыс болмаса, алып тастаңдаршы боттарыңды, мен дайрект оқуым керек деймін да. Ондай жоқ сізде? Мен өз оқырмандарым сөйтіп, онда зависимый екенмін мен өз оқырмандарымнан. Ал комментарийға ше? Комментарийге де арасында жазамын былай. Негізі жазбаймын. Бос уақытыңыз немен айналысасыз жалпы? Бос уақытым жоқ мен. Не істейсіз? Сол Инстаграм өзі біраз уақыт алады ғой. Инстаграм контент түсірумен бүкіл күнім өтеді. Кешке босаймын, кешке жұмыстан кейін күйеуіміз екеуміз бар. Кафеде отырамыз, кішке 1-2 сағат. Сол бүгін не істедік, не болды, отчет жасаймыз, 1-2 сағат отырып, сонымен үйге қайтамыз. Қазір Алматыдағы тағдыр ол. Ал Тараздағы ше? Таразда да сол. Таразда да сол. Бос уақытым бола қалса, бірден балаларды қыдыртып келем, немесе балалармен үйде кино көрем. Балаларым арнайын бос уақытымда. Кішкентайларға көңіл бөлмей қалдым деген сияқты чувстволар болмай ма сізде? Чувство вины ма? Иә, чувство вины ол. Вообще жоқ. Жоқ па ондай? Ондай емес. Мама сұрайды да, мен енді өзіме алып кетем. Ондай жоқ. Но бірақ сіз достаточно көңіл бөлесіз ба? Қалай тәрбие беріп жатырсыз? Мен просто өзімен салыстырамын да. Чувство вины деп жатыр, өзімен салыстырамын. Мен 1 жасымда мамам апам қолына берген. Сол ауылға барып тастаған. Содан мен 2-ші класста бірақ келдім. Бір күн мамамыз бір ай сайын келіп, жылына 1 рет келетін шығар, 1 рет көреміз.
өзім ойлаймын да, жаман болып өскен жоқпыз ғой деп ше, мысалы ата апамыздың қолында өстік, наоборот жақсы болмасақ жаман болған жоқпыз деп ойлаймын. Сондықтан ондай ата апасы бар үйде, мен қарамасам сол кісілер қарайды, ондай чувство вины ондай жоқ. Ата апасы полный тәрбиесін береді. Өзі енді ата апа көріп өскеннің өзі тәрбие ғой. А так былай отырғызып қойып ондай ішлей тәрбиелемейміз. Өзімізді олардың қасында примерно ұстауға тырысамыз максимально. А так ондай особо ештеңе жасамаймыз. Олар Таразда оқи ма? Иә. Кәдімгі обычный мектептерде оқиды, иә? Обычный гимназияда оқиды. Тегін мемлекеттік мектепте оқимыз. Қазақша? Үлкен орысша оқиды, екеуін қазақша оқиды. Ал жалпы енді қайтадан күйеуіңізге оралайықшы. Сіздің күйеуіңізбен ара қатынасыңыз қандай? Маған сол қызық та. Ол кісі инстаграмға қарсы емес, онлайнға қарсы емес. Иә, ол кісі енді өте Екеуіңіз кластассыздар ғой? добрый, иә, кластаспыз. Өте добрый, мінезі өте жақсы, жеңіл, кез келген нәрсеге жеңіл қарайды. Өте еңбекқор, таңертең ерте тұрады. Қаншада тұрады? 7-де тұрады. Түнде қаншада? Түнде отырыс көп қой Таразда. Түнде 3-те 4-те келіп жатамыз, таңертең ұйықтап жатасың ғой. Сағат 7-де тұрып, өзі балалар мектепке алып кетеді. Мектеп болмаса жұмысына барады. Өте еңбекқор. Екеуіңіз ұрысатын моменттер бола ма жалпы негізі? Сіздерде семьяда кім, мысалы, активный, бір адам активный, бір адам пассивный деп жатады ғой енді. Біреу алдыға сөйлейтін, біреу всегда жақсы ойлайтын, біреу күшті бір поддержка беретін адам болады ғой енді семьяда. Ол кім сіздерде? Мен кішкене көп сөйлемеймін, кішкене немін. Қазір инстаграмға келіп кішкене ашылып жатқан тұрмын ғой, а так мен тұйықтамын. Бізде қуат общительный, душа компании, сондай кісі. Көп сөйлейді, қалжыңбас өзі. Мен негізі көп адамды байқаймын да. Мен де өмірде негізі серьезный адам. Инстаграмда ғана ашыламыз ғой, негізі көп адам, иә. Байқайсыз. Потому что мен түсініп отырмын да осы жерде. Иә. Но бірақ инстаграм бізді кәдімгідей ашқан сияқты да. Мысалы мен өзім баяғыда сөйлеуге ұялатын едік қой. Біреумен қасымыздағы бөтен адамға сөйлеуге ұялатын мен мысалы. Но инстаграм кәдімгідей адамды ашады екен. Өмірде сіз мысалы тұйық адамсыз. Иә, тұйықпын бай. Өзім таныстармен, туған достармен сөйлесіп, әңгімелесіп, солай аңбай танымайтын адаммен кішкене тұйықтамын. Сіз жолдасыңыз екеуіңіздің арасыңызда енді Алматыда тұрдық деп жатырсыз. Өмірде мысалы бір қиындықтарыңыз болды ма көрген, бір урок алатын, енді бұндай тірлік істемейік деп екеуіңіз барлығын негізі ақылдасып жасайсыздар ма жалпы? Иә. 100% ақылдасып жасаймыз. Ондай бір урок алатындай ештеңе болмады, Аллаға шүкір. Иә, бір қатты қиналған кезімізде болған емес негізі. Осы кәсіпте ұрынған кездеріңіз, бір поставщикке ұрынған кездер, немесе бір вообще крупный суммаға алданған кездер болды ма, болмады ма? Болмаған ондай. Аллаға шүкір, иә. Өте қандай керемет. Бәрін ақылмен жасаймыз. Андай болады, кейде біз енді әйел болғасын эмоциональнымыз ғой, давай есе слайық деймін да. Сосын күйеуім жоқ, үйтпейсің, бүйтесің дейді ғой. Кейде күйеуім тыңдамай істеп қоясың ғой, сұранбай істеп қоясың ғой, обязательно не то болып шығады ғой. Соны айтқаны келеді да. Сондықтан қазір тек қана сол кісімен ақылдасам, я десе істеймін, жоқ десе істемеймін. 100% не болсын, бәрін сол қуатпен ақылдасып істеймін. Ал ондай бір нәрсеге ұрынған кезіміз болған жоқ. Сол екеуміз ақылдасып не істеген арқасы шығар. Иә, Аллаға шүкір. Ал сіз енді Таразда келінсіз ғой, енді үлкен үйдің жалғыз ұлы, иә? Қайнапкелеріңіз, қайнапшелеріңіз бар ма? Қайын сіңілім бар. Қайын сіңіліңіз. Екеуі ғой, иә? Екеуі. Өзіңіз негізі жалпы келінсіз ба үйде? Жаңадан келін болып түскенде орамал тағып, сәлем салып, жаңағыдай не алдыңыз ба деген бұл? Иә, келін болып түскенде орамал тақтық, сәлем салдық, халат кидік. Қазір ондай емес, иә? Қазір ондай емес. Қазір өзім туған папам, туған мамам сияқты. Вообще ондай өте еркем. Мәссаған, қандай күшті. Қалай еркелейсіз? Кәдімде кейде тіпті қайнатамыз тамақ істеп береді арасында өзге. Не жегілерің келеді деп. Ол кісі
тамақты күшті жасайды, өте жақсы жасайды. Арасында өзінің көңіл күйі болғанда, бір шабыт ашылғанда тамақ істеп береді. Сөйтіп арасында папаның жақсы тамақ істейтінін білемін ғой. Папа бүгін лағман істеңізші деймін. Лағман жегім келіп тұр деймін. Иә. Қандай тамақ жасатасыз? Лағман күшті жасайды. Лағманды өзі соза ма? Жоқ, бізде жаңа жұмыстағы әпкелер бар ғой. Сол кісілерге создырып келеді, подливін жасайды, бірақ керемет жасайды. Мәссаған, үйде кәдімгідей. Негізі ер адамдар дәмді жасайды ғой еще. А күйеуіңіз ше? Күйеуім жасай алмайды, жұмыртқа қуыра алмайды. Мүлдем. Жоқ кухняға. Сіз болмасаңыз ше? Мен болмасам тек сатып жейді. Сатып алып жеп отыра беремін. Қандай әке негізі күйеуіңіз? Өте мейірімді, өте қамқор. Кейде осы Алматыда жүреміз екенбіз, балаларға мен звондамай жүре беремін да. Ұмытып кетемін балаларды. Әйтеуір күйеуіміз звондап, тамақ жедіңдер ма деп хал жағдайын біліп жатады. Өте мейірімді. Мысалы ата-енеме риза боламын да, осындай мейірімді берген үшін. Қуаттың балаларға қарым-қатынасын көремін да. Сол кезде ата-енемді одан сайын жақсы көріп кетемін. Осындай мейірім бере алған, осындай тәрбие бере алған ата-енеме рахмет деп. Қандай күшті. Керемет әке болып тұр ғой. Ал сіз өзіңіз балажансыз ба? Қатты балажан емеспін. Бірақ қаталсыз ба өмірде? Балаларыңыз ұрсасыз ба? Ұрыспаймын, ұрмаймын. Әкесі ше? Бір адам ұрсу керек, бір адам қатал болу керек деп. Мен жолдасым айтады, бір үйде монстр болу керек деп қояды ғой. Бізде атамыз. Аталарыңыздан қорқа ма? Әкешім дейді, үшеуі де аталарын. Әкешім дейді ме? Әкешім дейді. Әкесін не дейді? Папа дейді. Мәссаған, неге олай айтады? Кішкентай баламыз әкешім деп кеткен. Кішкентай баламен сол туып бардым, босанып бардым да Таразға. 40-нан шықпай көштік қой Таразға. Сонымен папа қарады, мен макияж оқыдым басында. Үйден шығып кетсем, папа бутылкасын жаңа қыста ғой далаға прогулка алып шығады да, балам бутылкасын қойнына салады, курткасының ішіне. Смесь ішетін балам, искусственный болды. Иә. Сөйтіп қыдыртып, сол папаның баласы болып кеткен. Сонымен әкешім дейді, апасын апа дейді. Сонымен үлкен екеуі де әкешім деп кетті. Сол бұзық болғанда әкешімге айтамын десе, үндемей қалады үшеуі. Атасының баласы екен ғой. Үшеуі де атасының қыздары, атасының сол кісілермен ұйықтайды үшеуі де. Сізге рахат екен ғой да. Балаға қарап әуреумен. Кішкентайыңыз қаншада? Кішкентайым бұйырса сентябрьде 6-ға толады. Өсіп қапты ғой. Қандай күшті, керемет. Жаңа айтып жатсыз ғой, негізі Инстаграмға дейін декретте отырсыз, Таразда жүрсіз, өзіңізді біраз іздедіңіз ба? Жалпы бір нәрсемен айналысу керек деп, бәрі декретте басталады деп айттыңыз ғой. Басында сол макияж оқыдым. Басында негізі макияжды бұрыннан жақсы көремін өзім. Мықты визажист бол. Біздің кезімізде Санди Бексырға, Санди Айдас қояды ғой. Сол кісілерге қарап осындай боламын деп сонымен макияж оқыдым басында. Істедім даже макияжда. Салонда кішкене істедім, бір-екі ай. Потом поняла, что это не мое. Істедім, көрдім, болды. Содан кейін мынаған келдіңіз, иә? Көп курс оқисыз ба жалпы негізі? Курс көп оқығансыз ба? Үйде отырғанда көп адам курс оқиды ғой. Жоқ. Тек сол макияжды оқыдым, болды. Өмірде жалпы қандай курстар алғансыз? Психология бойынша, мышление бойынша ондай курс алып көрмегенсіз ба? Психологияға мүлдем қызықпаймын. Мүлдем. Өзіңіздікі нормально деп па? Қандай оқуға қызығасыз жалпы? Білмеймін, ондай бір асып, ондай қызығушылығым жоқ. Сіз алдында мен көрдім да, бір курс жасадыңыз ғой, именно Инстаграмда. Қандай еді? Курсымыз өзіміздің осы кондитерский курс. Кондитерский курс. Торт үйрететін. Торт үйрететін. Бір аты бар еді ғой? Атын ұмытып қалдым өзімде. Мирюшамен бірдеңе меді, дайындалайық беді. Алдында осы бір 5-6 ай бұрын болды ау дейме, по-моему. Қыста болды ма? Атын ұмытып қалдым. Иә, қандай курс болды сол? Сол ішінде рецепттер, өзіміздің кондитерскийде қолданып жүрген рецепттер. Қалай екен курс оқытқан? Сол соңғысы болды ма? Әлде одан кейін оқыттыңыз? Алғашқысы болды. Бірінші рет жасадық сол курста. Кіммен жасадыңыз? Бір өзіңіз ба, әлде жоқ, продюсермен ба? Продюсермен жасадық. Айнел деген қызбен жасадық. Мықты продюсер, бірақ оңай емес екен. Оқытып көрдіңіз ба? Қандай екен? Опытыңызбен бөлісіңізші. Оқытқанда біздікі без обратной связи. Просто рецепт дайындадық, видео урок түсірдік. 10 ба рецепт болды.
соны бердік. А неге оңай емес деп жатыр сонда? Мысалы обратная связь болмаса, Білмеймін, маған оңайға түскен жоқ. өтпеді деп қойсаңызшы. Одан кейін жасамадыңыз ба? Одан кейін жасамадым. Өзіңіз айттыңыз ба әлде өзіңіз бас тарттыңыз ба әлде просто? Жоқ, бас тартқан жоқпын негізі, жасаған жоқпын пока. Мүмкін жасап қалармын. Оған бір андай, оған кәдімгі уақыт керек екен. Мен кішкене сол курс жүрген кезде мына жақта блогым жүрмей қалғанда блогым уақыт болмай қалды да, видеоларымды сұрамай қалдым. Сол жақ кішкене напрягать етті. А так сату барлығымен сол айналысты ғой. Негізі мен айтамын да, именно мысалы көп адам көріп отырған адамда бір видео ғой ол деп ойлауы мүмкін да. Сіз айтып отырсыз ғой жаңа, даже мен блогым қалып қалды деп ше, курс жасаймын деп. Но қандай еңбек именно сіздік сияқты, мысалы бір адам ойлауы мүмкін, не болыпты, үй жинау ғой, құдай ау мынау деп ше. Оны мен түсінемін да, қалай қиын түсіру деп ше. Ана таптаза болып тұру, оны жинау, қайтадан деген сияқты ше. Бір нәрсені пісіру үшін қаншама шашасың деген сияқты. Бір видеоны қанша уақыт түсіресіз? Когда как? Кейде 15 минут түсірем, кейде 1,5 сағат түсірем. Оны мобилограф монтаждайды, Мобилограф монтаждайды. Кәдімгі үйдегі өмір ғой, но бірақ оның өзі еңбек қой деймін да. Оның өзі еңбек. Бүкіл жерін таза тұру керек, ыдыстарын жуып қоясың, раковинаны тазалап қоясың, раковина ішіне мусор болмау керек, қарасын жуып қоясың. Мен де бір видео түсіріп жатсам жүгіріп тазалап үлгеремін ғой ше. Ана жерде дақ болып тұр, тряпкамен сүртіп, соны кептіріп деген сияқты. Ол қиын ғой негізі. Как будто адамдарға негізі бәрі идеально деп ойлайды да негізі. Но бірақ артында қаншама еңбек, какой-то біреудің үй жинап жүргенінің өзі еңбек қой. Еңбек. Оны түсіріп монтаждаудың өзі қанша еңбек, қанша энергияны алады. Үйді жинаудың өзі өнер ғой. Әрине. Но бірақ осындай именно уют, үй біздің, мен қуанамын да қазір именно қазақ әйелдері сондайға келе жатқанымызды ше. Мен өзім кімнің фанатымын, Леди Жадор бар ғой. Бәрі білетін шығар енді. Сол кісінің подписчигі 20,000 кезде бар едім мен, шынымды айтайын. Оның бір видеосы атып кетті да қаншама просмотр жинады ғой. Но бүйтіп қарап тұрсаң, ол кішкентайдан бастап бір үйін жинаған бірінші видеосынан бастап бармын да мен ол кісінің. И тоқтамай ше, адамда тұрақтылық керек деймін да мысалы. Сөйтіп үй жинағаннан күшті көтеріліп кетті. Сондай мысалы сізде уютты, домашний обстановканы көрсетесіз ғой. Мен өзім сізге ризамын. Именно осы бойынша жалғастыра беріңіз. Көп адам мотивация ғой ол негізі. Осылай өмір сүрсем екен, осылай үйімде видео түсірсем екен деп армандайтын сияқты. Себебі сіз жаңа айтып отырсыз ғой. Өзіңізде сондай видео түсіргім келеді деп. Кім мотивация болды сізге? Білмеймін, ол кезде. Жалпы сізге, мысалы айтыңызшы, қалай ол өзіңізбен өзіңіз үй түсіріп бастап кеттіңіз? Бір ой келді ма, әлде неге именно үйді сондай жағадай жинап, сондай уютный видеолар түсіріп бастадыңыз? Өзім пісіру саласында жүргесін шығар мүмкін. Тамақ істеп, бұрында негізі бұрынғы үйімізде де, квартирамызда да тамақ істеп түсіресің ғой, бірақ ана кішкене инстаграмны деп айтады қазір. Сондай болады, мысалы мен осыдан күшті кухня жасасам, күшті видеолар түсірейін деп армандайтын. А былай инстаграмда ол кезде определенно ешкімді көрмейтін өйтіп. Но бірақ жаңа квартира этаж үйде тұрдыңыз ғой, бірінші. Сол кезде де түсіретін едім деп тұрсыз ғой. Не түсіретін едіңіз ол кезде? Тамақ рецепт па сонда? Рецепттер, күнде тамақ істейміз. Ол кезде өзіңіз шығар енді, өзіңіз монтаждап, өзіңіз түсіріп. Ол кезде түсіремін, бірақ инстаға салмайды. Инстаға да салмайсыз ба? Онда не үшін түсіресіз? Любительский түсіретін өзім. Ал сол үйге кіргеннен кейін бастап бастадыңыз ба сіз сонда? Осы әдемі үйге кірдім, болды енді инстаграм жүргіземін деп. Бір адамда цель болады ғой, мақсат. Ондай мақсат болған жоқ менде. Мақсатсыз бастадыңыз ба? Жоқ, мақсатсыз бастадым. Сол кухнямда нелер жаңа рецепт болған да, как готовлю. Процесс түсірем деген, соны жайлап сөйтіп түсіріп, көп қоныстой жасадық, бір 10 партиямасы қоныстойлар, дастархан жасалып жатқан. Әдемі ғой сондай видеолар. Сол видеолар атып кетті да сонымен. Ары қарай кіріп кеттіңіз. Ну кайфуете да от этого. Да. Но бірақ кейде андай болмай ма? Қош осы не үшін керек, тастап кетсем деген сияқты моменттер болмай ма сізде? Мүлдем. Жасай берсем. Жалпы өзіңіз қандай пландарыңыз бар? Осы инстаграмға қатысты, мына Мериюша туралы тағы да қандай мақсаттарыңыз бар? Болашақта деймін. Инстаграмға қатысты енді определенный мақсатым жоқ.
бұл қалай басталды? Инстаграм для души басталды. Бір табыс табамын, блогер боламын деген мақсат мүлдем болмаған. Ондай мақсат болса бүкіл блогерлерге ақшасын беріп, жаңа рекламасын алып көтеріліп кететін. Ондай емес, чисто для души, для себя. Ондай бір қаражатқа да не болған жоқ, жаңа қажеттілік болған жоқ. Бәрі Аллаға шүкір. Сондықтан для души бастадым, и так и продолжаю. Для души. Инстаграммен мынандай боламын деген бір не жоқ, мақсат, ондай план жоқ. Ал жұмыс жағынан әрине көп мақсат деген жетеді енді. Алла күш қуат берсе. Мына кәсіпті көп адам мысалы жасағысы келеді, бірақ білмейді деген сияқты ғой, қалай жасау керек. Сіз енді білесіз, үйрету сондай бір ойыңызда жоқ па оны? Наставничество деген сияқты, именно кәсіпті ашу с нуля, именно осындай кондитерлікті. Бар негізі. Жолдасым екеуміздің в планах есть. Бірақ қазір біз франшизамен айналысып жатырмыз да, франшизаның пакетін дайындап жатырмыз. Осы франшизаның барлығы дайын болса, бүкіл қалалар очередьте тұр, алатын адамдарымыз. Сол кісілерге аман есен табыстасақ, бәрін жақсылап қойсақ. Франчайзинг сатайын деп отырсыз ғой сіз, иә? Өте керемет, иә. Мен де соны сұрайын деп отыр едім жаңа. В процессе. Соның барлығы аяққа тұрғасын, бір қалыпты болғасын, міндетті түрде бұны қолға аламыз. Жалпы негізі осы жерде рекламада болып кетсін, енді мысалы сіздің франшизаңыз қалай ала алады, қанша тұрады ол? Алам деген менің оқырмандарым да бар шығар, мысалы сіздің франшизаңызды. Мысалы, енді ол әр округке байланысты. Мысалы мен Шымкенттен ашсам деп едім дейсің бе? Негізі жалпы. Шымкент, Астана уже. К примеру айта берейін. Шымкент, Астана уже беріп қойдық. Именно екеуі. Жоқ, біреуден ашып жатсыз ба сонда? Біреуден ба, әр қаладан? Әр қаладан бір адамға береміз. Өзі аша береді ары қарай да, получается. 10 точка ашса да. Олар басқа біреуге сата береді. Сата алмайды. Тек өзі ғана ашу керек. Бір адам ғана ашады. Бір қаладан тек бір хозяин болады. Қанша магазин ашса да өзі біледі. Қанша деп жатсыз? Мысалы Шымкентті құпия емес пе екен, күйеуім ұрыспай ма деп ойланып отыр. Айтасаңыз кейін мысалы алып тастасамыз егер не қылса. Күйеуіңізден сұрай саласыз да бүгін. Мысалы Астананы 100 миллионға саттық. Мәссаған. Оған не кереді 100 миллион? 100 миллионға полный біздің обучение, ремонт өздерінен, оборудование бізден, сол 100 миллионның ішінде оборудование, обучение кіреді. Оборудование, обучение 100 миллион. Үлкен қалалар енді осындай. Абылай облыстар, кішігірім аудандар алып жатыр оларға. Ол окупаемості қанша уақытта ақтап алады 100 миллион саған? 100 миллион 1-1,5 жыл. 1,5 жылда шығарады, иә? Қымбат емес па негізі? Бұл жерін жазбай қойық дейміз. Негізі қымбат сатып жатқан жоқсыздар ма? Мен ошалела деген кәдімгідей. Енді олардан да ғой, 100 миллионға аласамайды, біздің кассадан көріп сөйтіп алады ғой. Кассаларыңыз нормально ма деген ғой? Мысалы бір айлық табысшы. Бұл жерін жазбай қойыңыздар. Жақсы. 100 миллионды мысалы айтайын ба, қаншаны шығарылады олар? Қазір 10 болса, например, бір айда. Бір айдағы таза табысы да? Олар бір жылда спокойно шығарылады. Бір жылда 10 миллион, бір айда 10 миллион ғой, таза табысы. Арғаны жалғастырайық. Жаңа франшизаларыңыз қымбат екен, мойындау керек. Но бірақ стоит, сондайға, сондай дәрежеге дейін өсіріп, сондай франшизаға дейін сатқандарыңызға мен мысалы вообще в шоке болдым. Мына жерде кәдімгідей мен жағым түсіп қала жаздап. Жоқ, себебі мен білем да, мысалы басқа франшайзингтер көріп жүрміз ғой өзіміз. Мысалы біздің Шымкентте Кәусар деген нелер бар, білесіз ба? Білем, знаменитый. Кәусар шайханасы бар, олар да франшайзинг сатады да, мысалы олардікі 36 миллион деп естігем мен. Одан кофе бумдікін көрдім, зерттеп көрдім. О кісілердікі 70 ба? Жоқ, округқа байланысты тоже. Орналасқан жерге байланысты, бірақ есіме шығып қалды негізі, если честно. Но бірақ тоже окупаемыз ұзақ болды оның да. Но сіздердікі кәдімгідей шокировало меня, но бірақ өте күшті, табысы да жақсы екен. Табысы да жақсы. Енді біз өзіміз производство болғасын. Но бірақ бұл өлмейтін бизнес қой, мойындау керек та соны. Себебі кез келген адам үйіне қонақ шақырады, кез келген адам той жасайды. Әрине. Қазір ешкім мысалы пісіріп жатқысы келмейді. Ал бірақ неге сіздер именно барлығы бар да, неге полуфабрикаттарды қоспайсыздар? Полуфабрикат қосамыз. Планда бар, Түрде планда бар. Ал жаңағы
бізде білесіз ба, Шымкентте Айжамал тәттілері деген бар ғой. Мен мысалы сол кісілерге қызығамын да. Шымкентке барған кезде мен сол кісілерден бауырсақ, қаттама, самса бәрін алып жатамыз. А сіздерде сондай продукциялар бар ма? Бізде Шымкентте енді халық көп. Бізде жұмыс күші кішкене проблема Таразда. Тараз более Шымкент сияқты емес, кішкене орысшалау да. Орысшалау. Көбісі ондай бауырсақ пісірген өзі білесіз ғой, еңбек қандай майдың басына тұрып. Иә, ондай көп істей бермейді. Айжамал мен подругам ғой. Күшті көтеріп, мен уважаю уже. Мен всегда мен сол кісіден аламын өз басым. Бізде жұмыс күші кішкене проблема. Потому что менде ол кісілер еще күшті пісіреді, еще свежий да. Барсаң ана құрма түшпаралары бар, қаттамасы да бар, бауырсағы да бар. Айжамалдың бәрі сол жаңа түшпара, қаттама бәрін біз қосқанбыз. Болмады ма сіздерде? Қостық. Білмеймін, онша жарин айтпесе онша алмай ма. Бізде Шымкентте қатты өтеді сияқты. Сол ғой, онша қаттамада мен өзім ғашықпын. Сөйтіп барып Айжамалдан үйреніп қосқам. Айжамал құрбыңыз ба? Қандай құрбыңыз? Осылай инстаграммен танысып, сонымен көп отырыстарда бірге боламыз, тойларда. Күшті, қандай? Күшті ғой, бізде қазақтар, қазақ қыздары ше. Иә. Қандай керемет деймін да, күшті өздері осындай кәсіп ашып. Айжамал да бізде күшті көтерілді Шымкентте. Екінің бірі біледі ол кісіні, мысалы әдемі қылып кофейнясын, сіз де сөйтіп Құдай қаласа дами беріңіз. Сіз де мысалы Таразда номер 1 болып тұрсыз ғой енді сізде. Қандай күшті. Мен өзім ризамын, именно тамақ бизнесі, адал кәсіп қой бұл. Адал, нан бар жерде жақсы. Нан бар жерде ән бар, иә, береке бар, өте дұрыс айтасыз. Полуфабрикаттар қосам деп отырсыз, өте күшті. Но бірақ жаңағы франшайзингтің әлі темасына шыға алмай отырмын дегенсің ба? Кәдімгідей. Кішкентай қалалар ше? Әлі есептетпедік. Есептетеміз. Но бірақ кәдімгідей алып қойған клиенттеріңіз бар ма сонда? Таласып отырған. Біз аламыз деп. Өте көп. Өте көп. Сіз енді табысыңыз именно мысалы Инстаграм, жаңа сіз просто для удовольствия жүргіземіз дедіңіз. Қатты қызықпаймын ол жақтан дедіңіз. Сонда табыс осыдан болып тұр ғой сізде, иә? Табыс бізде 99% осы кәсіптен. Тауарный бизнес именно осы кәсібіңізден. Қандай керемет. Инстаграмнан табатын табысымды чисто өзіме жаратамын. Өзіңіздің қалауыңызға. Салон. Ал енді мынау Алматыдан ашылып жатсыз ғой, енді оның расходы да аз деп айта алмаймын негізі. Арендасы бар, жұмысшылардың айлықтары бар. Негізі оның да қазір қымбат қой негізі. Қанша расход кетеді бір магазиннің ай сайынғы расходтары? Біраз ба? Білмеймін, оны санамадым. Оны санамайсыздар ма? Негізі учет жүргізесіздер ме? Учет жүргіземіз, бірақ оны өзім кіріспеймін. Мүлдем сіз қызық емес. Мүлдем мен цифраға жоқпын өзім. Мүлдем оған қызықпаймын да, араласпаймын да. Сатылып жатыр ма? Я күшті десе, нормально деп па? Цифраға онша кірмеймін. Но бірақ андайлар бола ма? Бір точкаңызда продажа азайып кеткен деген сияқтыларды оны обсуждать етесіздер ма? Етеміз, әрине. Ана точкада мысалы продажа азайып кетті, қалай қоссақ болады деген сияқты. Негізі онша ондай болмайды, стабильно. Стабильно, праздник кезде көтеріледі, былай стабильно. Енді кішкене азайып жатсам, де түрі жұмыс жасаймыз. Кассир ауыстырамыз, немесе жаңа не үшін азайып жатыр, соны зерттеп, сол жағын жұмыс жасаймыз. Бұның именно өнімнің оцифровкасын кім жасайды? Өзіміздің бухгалтеріміз бар. Жоқ, өнімнің именно мысалы бір тортқа мынанша жаңа оцифровка дейді ғой, мынанша расход кетеді, бұдан мынанша пайда деген сияқтыларды оны арнайы бір адам бар ма именно? Бар, технологымыз бар өзіміздің. Технолог жасайды оны. Но бірақ сіз алдында сіз олсыз жасаған шығарсыз. Бірінші бастағанда оцифровка деген не екенін білмеген шығарсыз. Басында өзім примерно расходын санап, соның үстіне кішкене пайдам қосып саттым ғой басында. Қазір полный барлығы цифрамен ғой. Полный цифраға келдіңіздер, иә? Ал ревизия барлығын күйеуіңіз жасайды ма оның барлығын? Күйеуім жасайды, администратор, управляющий бар, сол кісілер жасайды. Сол кісілер жасап, күйеуіме алып келеді, күйеуім тексереді. Сіздерде бола ма мынандай? Кеше ғана біз Сәкен Тілімбетпен тоже кәсіпте жүрген кісі ғой. Мысалы бизнесте көп жерде ұрлық болады, енді кассадан ұрлық болады деп айтып жатыр да, енді сондай оқиғалар болды ма сіздердің кәсіптеріңізде? Негіз закупты қазір қайнатамыз істейді біздің. Папа істейді. Бір 2 жылдай болды. Сол кісі айтады, бүкіл жерде камера тұр, негіз баспасында, цехта да, складта да. Тем более қымбат продукциямен жұмыс жасаймыз. Бір сгущенканың өзі қазір 1000-1500 теңге ғой. Күніне бір
500-600 банкасы кетеді мысалы да. Соны папа шырылдап жатыр, сендер тексересіңдер ма, ана ұрламай ма деп ше. Оны ұрламай ма, қант ұрламай ма, қазір бәрі қымбат қой. Иә, бәрі қымбат. Білмеймін, мен де қуатты ондай қатты не істемейміз, сенеміз ба. Мен айтамын, папа енді ұрласа ұрла берсін, жетіскен ұрлап жатқан жоқ қой, ол кісі ұрлап, ол кісі байымайды, ұрлағаннан мен кедей болып қалмаймын деймін да. Бір особо не заморачиваемся ол жағынан, қатты тексермейміз. Но бірақ ондайлар болады, иә. Бар шығар деп ойлайсыз ба сонда? Касса жағынан, касса жағынан болған. Кішкентай балдар ғой, енді бір 5-10 теңге жеп, сондай болып, оны ито бір-бірін айтып қойып, сөйтіп жұмыстар сондай. Ито біз таба алмаймыз да. А так, былай продукт жағынан білмеймін, онша байқамағанмын. Сіздер мен көрсетіп жатқанмын, иә, қымбат продукцияны қолданасыздар шынымен. Мысалы, президент майын қолданасыздар, иә. Оны мысалы көбісі маргарин қолданып жатады ғой. Президент майы өзі қымбат қой. Сондайлар ұрланатын шығар деп отырсыз ғой, иә. Себебі бір президент қанша өзі? Әжептәуір ғой. 6-7 шығар. Еще мынандай. Білмеймін. Өнімнің бәрі натуральный ма сонда? Бәрі натуральный. Бізде 100% домашний натуральный. Оны кім қадағалайды именно натуральный болу? Өзіміз қадағалаймыз ғой. Тек осы закупты аласыңдар, именно президент, жаңа ана сгущенка, қымбат сгущенка деп. Басында папа закупқа кіріскен кезде, Мерей, мен сгущенка емес, мен 1000 теңгелік, сен 500 теңгелік сгущенка таптым дейді да. Оны біз де білеміз ғой, просто папа білмейді да. Папа ойлап жүр, бізден қымбат алып жүр деп. Қымбат жерден алып жүр. Папа оны алмаңыз деп қайтадан қайтартып, тек қана қымбат, высший сорт. Оның ең қымбат продукциямен жұмыс жасаймыз. Ол жағынан, мысалы, ол расходно емес па ол негізі? Расходно, бірақ бағасында соответственно қоямыз. Сізде қымбат па өнім? Бізде арзан емес, қымбат емес, орташа. Мысалы, сіз жаңа айтып отырсыз, сіздерге ұн, май, сол сгущенкалар ғой, басқа ештеңе керек емес шығар, иә? Майда шүйде керек, разрыхлитель, какао дегендердің өзі қазір қымбаттап кетті. Баяғыда мен білем, басында бір торттардың сезоны болды ғой, бізде бәрі торт оқыды. Вупипай, красный бақыттың сезоны ше. Сол кезде все для торта деген магазиндер көп ашылды, білесіз ба? Иә. Соның жағы менде барып килограммен шоколадын алып, килограммен разрыхлителін алып, сөйтіп жасайтын едік қой. Қазір 2-ның 1 жасамайды оны. Сіздерден алып шығар. Қазір потому что бізде доступно. Қазір сатып барып өзім басында сондай еді, барып өзім жасаймын лучше дейді да. Барады 1 килограмм сливки алады 3,5 теңгеге. Сливки 3,5. Иә, бір жарты кило творожный сырын алады. Қазір қанша? 2,5-3 теңгеге. Сонымен невыгодно. Сливкин жартысы қалып қалады. Сондай ғой, невыгодно, көгеріп сонымен тастайды. Қазір доступно ғой, қазір торт сататындар өте көп. Сіз сол кезде бастадыңыз ба? Сол бумда бастадыңыз ба? Именно сол кезде пісіріп көрдік қой. Сол кезде мен ары қарай алып кеттім. Мен есімде, мен ол кезде үйде едім ғой. Ата-енемнің туған күні болса, оғып цифрамен вупипай істейтін едік қой. 80 деп мен атам туған күніне. Оны түнімен жасайсың ғой оны. Иә, сол ең алғашқы. Сол балам босанбай ол шақта жаңа казгуде істеп жүргенде негізі торт пісіретін. Осы үйде. Ең алғаш торттарым бірі, сол Дәу мамаға. Гүлзира әпкеге 50 жасына 50 деген вупипай істеген. Дәғып. Ол еңбек қой. Иә, жұмыстан келіп, сол 12-ін пісіруді айтсаң. Иә. Содан басталды ғой. Содан басталды, Соны қуып кеттіңіз ғой, онда сіз. Иә. Сол кезде мен есімде ондай торттарды пісіретіндер Асель Жұматаева деген қыз бар тұғын. Егер сіз білесіз ба, білмейсіз ба? Білем, Гүлжанат Нұрышева бар тұғын, мен сол кісілерді көретін. Бонди бар еді. Иә, Бонди бар еді. Сіз кімнен оқыдыңыз именно осы тортты? Ол кісілерін оқымадым. Біреудің оқыдыңыз ба негізі? Мерер Нұрсила деген Астананың бір қыз бар. Сол кісіден оқыдым. Шолпан деген қыз бар Алматының, Муканова деген сол қыздан оқыдым. Кислицынан оқыдым. Сол кезде мастер-класстар өтіп жататын еді ғой, айтпақшы, үйге шақырып. Сондай өттіңіз бе, өтпедіңіз бе сіз? Өзім өттім. Сол гаражда өттім ғой. Талай мастер-класс өттім ғой. Мастер-класс деп шақырып, вупипайдың түрі, жаңағы красный бақыт, 15 қыз жинап. Сол кезде өзім де қазір қарап отырмын да, өзім де начинающиймін, бірақ жас кезде алып ұшып тұрасың, ештеңеден қорықпайсың. Сол кезде өзім начинающий болсам да, 15-20 қыз жинап үйрететін ғой. Қаншадан үйрететін едіңіз сол кезде? 15-20-нан үйрететін. Сол кездерде болыпты ғой, мен енді есіме түсіп жатыр да. Бәріміз мастер-классқа барғанбыз ғой, себебі мен де барғам. Но бірақ мен оны қуып кеткен жоқпын, но бірақ қызық болды да. Бәрі тренд уақытында деймін де. Тренд еді ғой ол кезде енді.
Пандемияның уақыты еді ол кезде еще. Дейін. Пандемияға дейін. Одан кейін не істедіңіз коронавирус кезінде? Коронавирус кезінде біз өте жақсы жұмыс жасадық. Үйден Сол кезде жаңа үлкен точка аштық дедім ғой. Әдем точка. Сол кезде сол әдем точкамызда ашуға қаржы жинадық. Именно коронавируста бәрі жабық. Іс жерде туған күн істей алмайды. Кафе, ресторан бәрі жабық. Бәрі үйінде туған күн істеді ғой. Күніне заказ масқара болатыны. Біз жауып істедік. Жауып жасырын ба? Жасырын істедік. Бірақ енді керемет жұмыс жасадық сол кезде. Ол кезде кім бар еді командаңызда? Ол кезде жанында күйеуім екеуміз жасадық қой. Бір көмекшім болған. Сол үшеуміз таңертең тұрамыз да арақты бүкіл жерімізге жағамыз. Сөйтіп шығамыз әйтеуір. Жайдап жасырын шығып жұмысқа барып есіктің ішінен қолтап алып. Сіздер гаражға ма? Иә. Сөйтіп жасап, немен доставкамен жібереміз, Яндекспен, или өздері алып келеді, или өзіміз барып береміз. Амалын тапсаң қаржанат деп шынымен. Амалын тауыпсыздар ғой коронавирус кезінде де. Бірақ сол бір күн демалмадық қой коронавируста. Бір жыл ма қанша жыл болды жұмыс жасап, бірақ үйде бәріміз жұмыс жасадық қой, тоқтаған жоқпыз. Үйде жатып, бір андай пандемия деген жоқ, соның арқасы деп ойлаймын, жаңағы қимыл. Ешкім ауырған жоқ. Ауырған жоқсыздар ма? Молодец. Қанша халықпен жұмыс істеп жүрдік қой сонда да, бірақ ешқайсымыз ауырған жоқпыз. Сол кездер пісірген ғой онда сізді. Кейін уже новый точка аштыңыз. Әбден ас болдыңыз деген сияқты. Иә. Қандай күшті. Біздің қазақтың қыздары осындай дамып, осындай кәсіптің иесі болып отырғанына мен ризамын. Қанша минут болды, жігіттер? Бізде подкаст. 1:05. Қазір тағы да бір-екі тема айтайық. Жалпы негізі сіз тағы да не айтқыңыз келеді? Не жағынан ашылғыңыз келеді? Тағы бір-екі сұрақ қойып, тағы да. Не айтамыз басқа? Тағы не айтылмай қалды? Аяуын тағы айтыңдар. Жаңа маркетингті айттыңыздар ма? Қалай сіз маркетинг істейсіздер? Айттық, иә. Маркетинг істемейді екен бұл кісілер. Семья айттық, байды айттық, баланы айттық. Жалпы тағы да енді жалпы осы мына өзіңіздің кәсібіңіздің, адал кәсібіңіздің арқасында көп саяхаттайсыз ба, көп елге барасыз ба, жолдасыңыз екеуіңізге. Жалпы мысалы сіздер айтып отырсыз ғой, бәрі жетеді, Аллаға шүкір деп. Маған қызық болып тұр да, именно бәрі жететін адам қалай развлекация етеді, қай жаққа жұмсайды ақшаларын. Бәріне қызық деп ойлаймын. Ең не тема ғой, ең қызық тема. Біз осы қазір 12 жыл болды бірге тұрып жатқанымызға да. Бұрыннан сол армандайтынбыз, үй саламыз деп. Сол үй салғанға дейін осы былтыр кірдік қой, бізге 10 жыл саяхаттаған жоқпыз. Мүлдем саяхаттаған жоқпыз. 5 жыл осы Алматыда тұрып жұмыс істедік. Ол кезде бір андай артық асып тасып атпағасын қой дейсің ғой, кішкене лучше істейін бүйтейін деп. Сонымен Таразға барып 5 жыл тоқтамай жұмыс жасадық. Жер алдық, одан кейін үй саламыз дедік. Сонымен 10 жыл ешқайда шыққан жоқпыз. Даже андай бренд тұрмақ, киім алам десем, күйеуім істеп қарайтын. Тоқтай тұр деші, пока. Үй салып алайық, одан кейін деп па? Үй салып алайық, үйге кіріп алайық дейтін. Сонымен артық ақша жараттырған жоқ. Ақшаны полный күйеуім ұстайды, мен өзім ақшаға жоқпын. Кейде даже таксиге ақшам болмай қалады да. Сөйтіп ақша түссе қолыма жаратып жүремін. Сондықтан 100% күйеуім ұстайды. Ешқандай ондай киім, саяхат ондайға жаратпадық. 10 жыл үйімізге кірдік. Аллаға шүкір аман есен. Содан кейін ең алғашқы саяхатты достарымызбен шықтық Турцияға. Одан кейін ата-енемізбен Мальдиваға бардық. Мен арманым еді ата-енем Мальдиваға барсам деген. Ол кісілер жас емес, өздері явно бармайды Мальдиваға. Сонымен давай біз апарайық деп. Былтыр сол январьда Мальдиваға бардық. Одан кейін өз мамам туған күніне сыйлық жасап Дубайға апардық. Сол пока что. Шетелге барып сіз. Мен таң қалып отырмын сіз. Қыз кезінде негіз барғанбыз көп. Но бірақ күйеуге шыққан кейін 11 жылда мүлдем бармағаныңызға шок болып отыр. 10 жыл мүлдем барған жоқпын. Шыдам ба? Не деген шыдам? Өзім де қазір ойлаймын ғой, не деген шыдам деп. Сол үй деп. Сонда сіздер үйді мына осы ненің қаражатына салдыңыздар ма, кәсіптің? Өздеріңіз прям с нуля? Өзіміз с нуля алдық. Бастаған кезде қанша? Бастаған кезде де артық ақшамыз болған жоқ. Жер алдық. 27 миллионға.
сонымен бір астымыздағы машинемізді саттық. Сөйтіп жаңағы кішкене бір 10-15 миллионымыз болған, соны қосып әйтеуір алла өзі көмектесетін. Саудамыз да өсті үй салып жатқан кезде әйтеуір. Мен көп айтамын осыны именно. Үй салған адамға күшті көмектеседі алла көмектесіп өзімізге шок боламыз ғой, қалай сөйтіп. Вообще бір 200 миллиондай кетті да. Үй салуға ма? Қанша квадрат сіздердікі? Бізде 490. 500 квадрат екен, почти 500 квадрат. Сонымен қазір өйстіп ойласам, ондай ақша болды ма не бізде деп ойлайсың ғой, бірақ бәрін қарасақ 200 миллион шығып тұр. Аллаға шүкір. Ал қанша уақытта салып біттіңіздер? Ровно 1 жылда. Қандай күшті? Ровно 1 жылда бітірдік. Бәрін дизайнермен жасадыңыздар ма, әлде өздеріңіз планмен? Архитектурный басында сыздырдық. Не қай жері тұрады, мына бөлме қайдан, су қайдан шығады, газ қайдан шығады. Ішін полный өзіміз жасадық. Өзіңіз болғанда именно сіз жүрдіңіз ба, енеңіз екеуіңіз ғой, получается? Бізде атам мен енем полный біткеннен кейін кіргіздік. Ол кісілер араласпады ма? Ол кісілер вообще араласқан жоқ. Қойыңызшы. Полный қуат екенбіз. Сіз өзіңіз мебельдерді өзіңіз таңдап, бәріне жүрген шығарсыз. Мен сенбеймін ше. Бәрін ер кісі жасады деген. Жоқ, қуат полный істеп жаңа чистовойын бітірді. Ішін боядық. Мебель, люстра дегендер сізден өткен шығар. Ішін бояп болғасын, мәде өзіме тапсырды ғой. Өзің жүгірдіңіз ба? Ары қарай осы жаққа келіп барахолкаға люстраларды алып келдім. Армададан бір люстралар алдым. Шымкенттен алдық. Ерінген жоқпын, өзім жүріп. Кайф жұмыс қой. Өзіңнің ақшаң болса үй саған кайф. Өте дұрыс. Кеше ғана мен осыны айтып жатыр едім. Ремонт жасаған үй саған это кайф. Но бірақ ақшаң болмаса енді қиналып кетесің. Құтты болсын. Бір жыл болды ма үйлеріңіз кіргеніңізге? Мен ойладым, баяғыдан тұрып жатты. Жоқ, 1 жыл болды. 1 жыл онда қоныс той жасап, бәрін бітірген. Ол да күшті ғой. Керемет сезім, әрине, тем более өзіміз 10 жыл армандап соққан үйіміз ғой. Оның алдында қай жақта тұрған едіңіздер? Оның алдында осында Мамырда тұрдық квартирада, одан кейін Таразға көшкесін 4 бөлмелі квартирада тұрдық. Ата-енемізбен бірге. Ол үй әлі тұр. Арасында ата-енем бар, біздер демалып келдік. Ата-енеңіз сіздің андай өздерімен өздері адамдар сияқты ғой, сіздерге тиістейді, өздерімен өздері. Ол кісілер өздері үшін өмір сүреді. Сіздерге мысалы бөлек тұрыңдар немесе бізбен тұрасыңдар деп қалған адамдар ма? Ондай тема не обсуждалась. Бірақ сіздер қазір Алматыға көшеміз десеңіздер ештеңе демей ма деген ме? Жоқ. Ол кісілер де бізден қашып кететін шығар. Но бірақ Тараздан кетесіздер ма, кетпейсіздер ма? Ойларыңыз қандай? Тараздан кету ойымызда жоқ. Мүлдем. Көп сұрашты, болды Алматыға көштің ба деп. Жоқ, даже білем, былай өзімді Алматыда енді кейін балалар өскесін болмаса пока елестетпеймін. Негізі Алматы ұнай ма сізге? Тараз больше ұнайды. Тараз больше ұнай ма? Алматы ұнамайды? Алматы ұнамайды. Алматыға келсем шаршаймын, кішкене энергиям азаяды. Таразда қалай самолеттен түсем, аэропорттан қалай шығам, все ғой менде. Энергиям күшті, Инстаграм түсіріп, видеоларын жасап, күшті шабытым оянады Таразға барсам. Мамаларыңыз қайда тұрады өзіңіздің? Өзім мамаларым осында тұрады. Алматыда тұра ма ол кісілер? Шаляпин бойында тұрады. Қандай күшті. Төркініңіз осында екен ғой. Төркін. Төркіндетіп жатасыз ба барып? Арасында негізі онша төркіншіл емеспін. Менде. Негізі кәсіпке жүрген қыздарын сөйтіп үйретіп тастаған ғой. Біреулер төркіншілер емес. Әке-шесінің үйіне барып жатып алады. Еркелеп па? Бізде ондай жоқ. Кішкене барсақ мамаға. Миым ашып кетті, қайтыңдар сонымен қайтасың. Ол кісілерде қолында келін бар ма? Жоқ, кішкентайымыз 14-те. Ініңіз ба? інім. Әлі үйленген жоқ ол кісі. Кішкентай, Ол кісілер сонда ініңізбен және өздері тұрады? Өздері, сосын биыл атам мен апам келді Шымкенттен. Шымкентте Қарашаңырақта тұратын. Сонымен осы биыл Алматыға көшті екеуі. Қазір қолдарында. Мама ата-енесімен тұрады. Орамал тағады. Мамаңыз да келін десеңізші. Қандай күшті. Сіздің тәрбиеңіз өте ұнап отыр маған. Сөйлеу мәнеріңіз жалпы негізі ойлау өрісіңіз өте күшті екен, Мерей. Сізбен жақын танысып осылай ашылғаныңызға өте көп рахмет айтамын. Жалпы менің подкастыма келгеніңізге де рахмет айтамын. Жалпы мен өзімді интересовать еткен барлық сұрақтарды қойып алдым. Себебі енді Инстаграмда өмір басқа ғой, енді
біз тек обложкасын көреміз. А жалпы өмірде қалай бәрі оңай деп ойлаймыз ғой негізі. Жаңа мысалы сіздің үйді де с нуля соққаныңыз, мына кәсіпті де с нуля бастағаныңыздың барлығы маған мотивация болып отыр үлкен. Және де шынымен мен де өзіме күшті бір мотивация алдым. Мен де франшизамды сондай суммаға сатып отырайын деп. Қаласа одан да күшті суммаға сатасыз. Иә. Құдай қаласа Мириюша деген бренд қалыптаса берсін. Барлығы біліп, қолданып жүретін жаңағыдай номер 1 бренд бола берсін. Тілектеспін. Рахмет сізге келгеніңізге. Жалпы негізі менің оқырмандарыма, кәсіп бастаймын деп жүрген, жалпы үйде отырған мамочкалар көп көреді ғой енді бізге. Бір ойыңызды айтып кетсеңіз, именно кәсіп бастаймын деген адамдарға, және де жалпы өзіңізден бір пожелание болса. Әрбір кәсіп бастаймын деген қыз келіншекке айтарым. Еңбектеніңіздер, ерте тұрыңыздар. Камераға қарап айта беріңіз. Әрбір кәсіп бастаймын деген, кәсіп бастағым келіп жүр деген қыз келіншектерге айтарым. Ерінбеңіздер, ұялмаңыздар, жалықпаңыздар. Күнде бір жерді қаза берсеңіздер, міндетті түрде өз бір нәтижесін береді. Ерте тұрыңыздар. Сіз негізі ерте тұрасыз ба? Ерте тұратын қыз кішкене ұйықтап жүр. Енді ол қазір жемісін көргеннен кейін шығар. Біз ұйықтаған жоқпыз. Басында бастағанда 3-4 сағат қана ұйықтайтынбыз. Сондықтан ұйқыны азайтып еңбектенген адамға именно қазір мүмкіндік өте көп. Қазір Инстаграм бар, жан-жақты реклама жасасаңыз да, қазір енді кәсіп бастаймын деген адамға самое время. Так что қыздар, үйде жата бермей, бір нәрсенің басын бастаңыздар. Мен қазір риза болып отырмын. Сіз жаңа именно осы жерде тағы да аяқтамай айтып кете салайыншы. Именно Мерейдің мен риза болған жерім, ерінбей өз жасаған ғой, барлығын бүйтіп қарап тұрсаң. Жаңа пандемия кезінде де тоқтамай таңертең тұрып өзіміз күйеуіміз екеуміз пісірдік деп тұрсыз ғой. Ол негізі ол ерлік қой ол. Тем более тамақ пісіре беріп күнде бір нәрсе пісіре берсең жалқып кетесің ғой бүйтіп. Еще ол пештің алдында күнделікті қаншама еңбек, бұл майда тірлік қой еще. Бір нәрсе пісіріп болдым деген емес қой. Қаншама заказ бар. Бір күнде қанша торттар пісірген рекордыңыз болды, соны айтып жіберіңізші, айтпақшы. Жаңа жылда өзім істеп жүргенде 100 шақты торт істейтінбіз. Бір өзіңіз ба? Күйеуім бар. 100 шақты тортты өзіңіз? Мен шоке болдым даже. Қазір ойласам, өзім деп шоке болдым да. Қуат екеуміз қалай ұйықтамайсыз деген. Қалай энергия жетті деп. Құдай өзі, білмеймін, сол кезде күш қуат берді. Вот сондай еңбектің нәтижесі ғой ол қазіргі. Бір шаршадым деп ондай жылап, сықтап, ондай да болмайтын. Азанға үшін жұмыс істейміз, таң атады, екеуміз 5-те жұмыстан шығамыз, и довольно үйге ұйықтайтынбыз. Қандай еңбектің нәтижесі да ол, өзім жасадым деген. Мысалы біреуге айлыққа емес, өзің жасап, өзің саттың оны. Қандай керемет мотивация бердіңіз деп ойлаймын мен оқырмандарыма. Мен всегда айтамын, шынымен жаңағыдай тұрақты болу керек, тоқтамау керек, қаза беру керек. Жаңа өте күшті айтты Мерей ханымшы. Именно бір нәрсені кәсіпті қаза берсең, сол әйтеуір жемісін береді ол кісі. Көбісі бір күн істейді, екі күн істейді, екінші күн сауда болмаса, ой, болмай жатыр деп жауап тастайды. Негізі сондай сауда болмаған кез болды ма сізде? Болатын арасында. Бір күн болмаса, ертесіне болады. Ертесіне болмаса, арғы күн болады. Әйтеуір білмеймін, біз ондай қатты не істемейтінбіз. Жеңіл қабылдайтын көп адам депрессияға кіріп кетеді, менде болмай қалды деген сияқты, содан кейін қойып кетеді деген сияқты. Но бірақ сіз өте күшті, именно тамақ деген кез келген адамға интересный бизнес деп ойлаймын. Және де үйде отырған кәсіп бастаймын деп жүрген, мотивация алғысы келген адамдар бүгін біздің подкастымыз өте пайдалы болды деген ниеттемін. Мерей, тағы да айтарыңыз бар ма негізі жалпы? Басқа айтарым жоқ. Рахмет сізге үлкен, Эльмира ханым. Сіз тек көріп отырамыз. Файыз мырза екеумізді дәл өзімізге ұқсатып ризамыз жалпы. Осындай қазақтың қыз келіншектері, қазақтың жастары күшті көтеріліп жатыр ғой. Шүкір. Так горжусь, сол барлығы еңбектің арқасы. Әйтеуір бір-бірімізден көріп, жақсы жерімізді алып, жаман жеріміз жоқ, былай істеуге болмайды екен деп әйтеуір итеріп, солай жаңа өз күнімізді өзіміз көріп, арманымыздағы өмірді сүріп жатырмыз, өте дұрыс айтасыз. Барлығы еңбектің арқасы. Басқа ешкім ештеңе берген жоқ. Әке-шешемізден бір нәрсе сұраған жоқпыз. Біреу мә деп дайын нәрсені бере салған жоқ. Бәрін өзіміз с нуля міне қазіргідей нәтижеге жетіп отырмыз, осы жерде отырмыз. Өте риза болып отырмын мен Мерейден. Мерейді басқа қырынан таныған сияқтымыз. Бүгін негізі мен оқырмандарымды айтатын шығар. Жаңағыдай, мысалы мен сіздің с нуля бастағаныңызды білмейді екенмін. Тағы да айтамын. Өте күшті еңбек жасағансыз, шоке болып отырмын.
рахмет сізге шынымен сізге осындай де рахмет. мотивация беріп отырған, даже менің өзіме мотивация беріп тастадыңыз сіз мына жерде. Күшті подкаст болды деген ниеттеміз. Пікірлеріңізді жазып кетсеңіз болады. Менің оқырмандарыма бірдеңе берсеңізші енді. Именно сізден бір естелік болсын, именно осы подкастты көріп коммент қалдырып жазылған адамдардың арасынан бірнеңе ұсынсаңыз. Иә, өзіміздің кондитерлік үйден 10 комментарийдің арасынан 10 адамға торт таратайын. О, қандай Бола ма? керемет. Конечно, керемет қой. Менің арасында осы подкасттың астына керемет қылып пікіріңізді жазған адамдардың арасынан Мерей ханым өзі таңдап 10 адамға өзінің қолынан мынандай дүкенінен торт жіберетін болады. Өте керемет дәмді торттары. Мен себебі 2 рет уже жеп көрдім. Рахмет. Сіздің клиентіңізбін. Ертең көшіп барсам күніге алатын боламын даже. Сондықтан 10 комментарийға торт береміз Мерей ханымның қолынан. Жазыңыздар, жақсы тілектеріңізді күтеміз. Рахмет көп-көп сіздерге. Сізге де рахмет. Сау болыңыздар.